Мұса Жұмашев 2011 жылы жеке кәсібін ашу үшін Түркістан қаласы жер қатынастары бөлімімен келісім жасап, 2 гектар жерді 4 миллион теңгеге сатып алған. Барлық құжаттары талапқа сай келіп, нысан мемлекеттік қабылдаудан өткен. Алайда 5 жылдан соң кәсіпкерге жердің заңсыз екені жайында хабар келіп түседі. Онда жер учаскелерін сатып алу келісімі жарамсыз делінген. 5,5 жылдан кейін незаконно деп табады. Мен сонысын түсінбедім. Сондағы менде инвестицион договор жоқ дейді. Отырмағасы дейді. Менде оригинал отырған менде бар. Бүгінгі таңда Түркістан земелі комитеті болсын, әкімшілік болсын, кадастр қай бөлімнің болса да, менің бірде-бір құжатым өз жерде жоқ. Копияда оригиналда жоқ. Ал жер қатынастары бөлімінің мамандары мардымды жауап бере алмады. Ақыр соңында жиналысқа дайындықсыз келгендерін айтып ақталды. Сөйтіп бұл мәселені 10 күннің ішінде қараймыз деді. Осы уақыт аралығында кәсіпкермен болған жағдайды шешіп, бір келісімге келуге бекінді. Сендер білулерің керек қой. Неге бердіңдер? Төлемін төлеп қойса, налогын төлеп отырса салықтар, жердің ақшасын төлеп қойса, ол жерге уже құрылыс салып қойса, не аталарың құны бар өзі сендер? Біз бұны тағы да зерттеп, біз қосымша сіздерге бір хабарлама сияқты берейік, өйткені бұл айтып отыр ғой. Міне 11 жылы қалаға қажет болды, кәсіпкер тартып алған жер берілді. Одан кейін анықтаған кәсіпкерді жаңағы шеттетіп, бұл кісі 4-5 жыл болды соттасқан, солай ғой. Сондықтан бұл мәселені зерделеп барып сіздерге нақты бермесек. Қазіргі уақытта жер мәселесіне қатысты заң бұзушылық өршіп тұр. Себебі кәсіпкерлікті қорғау желісіне жыл басынан бері 230